Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін үй жағдайында өте дәмді болып, бір жасағаннан керемет шығатын шырынның рецептісімен бөлісетін боламын. Яғни дәмі өте керемет болып шығады. Натуральный сок. Таза натуральный сок болады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Ендеше шырынды жасауға кеттік. Бізде 2 килограмм өрік қажет болады. Осы өріктерімізді жақсылап 3-4 қайтара жуып алып, осы жуылған өріктерімізді сүйегінен ажыратып аламыз. Сүйегінен ажыратылған өріктерімізді ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Барлығын. Осы өткізілген езбемізді ситаның көмегімен тағы да өткізіп аламыз. Осылай қасықтың көмегімен қозғай отырып тағы да өткізіп аламыз. Бізде керемет езбе пайда болады ол уақытта. Ешқандай қабығы жоқ, несі жоқ, езбе дайын болады. Мінекей біз қабығынан, тамырларынан ажыратып алдық езбемізді. Бізге енді бұл тамырлар қажет емес, оны бөлек алып тастайсыздар. Мінекей біздің керемет езбеміз дайын. Осы дайын езбемізді бірінші сироп дайындап аламыз. Жарты литр суымызға 150 грамм стаканмен 300 стакан қант саламыз. Қант саламыз. Оның үстіне жарты ас қасықпен лимонная кислота салатын боламыз. Яғни лимон қышқылын қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Осы сиропымыз қайнағаннан кейін осы сироптың үстіне жаңағы дайындаған езбемізді құятын боламыз. Мысалы, осы бізде 1 шыны езбемізге біз тағы да 2 шыны су құятын боламыз. Сонда 1/3 болады да, 1/3 есе. Тағы да шынымен суымызды құйып аламыз. Достар, мұнда мен Instagram парақшам бар, тіркеле кетіңіздер. Алдағы бұдан да жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей тағы да 2-ші суымызды құйып алдық. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің ыдысымның кішкентай болуына байланысты мен шырынымды үлкен ыдысқа ауыстыруыма тура келді. Енді бізде қайнағаннан кейін көбіктерін алып тастаймыз. Бізге бұл көбіктері мүлде қажеті жоқ. Жай отта қайнатасыздар, 5-6 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Осылай көбігінің барлығын алып тастап отырасыздар. Қайнаған сайын шыға береді бұл. Бұл не алып тастайсыздар. Мінекей көбігінен алдым. Достар, бізде өте керемет дәмді шырын дайын болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, арнамның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Сіздер де үй жағдайында жасаңыздар, өте керемет болып шығады. Мінекей достар, банкаларымызды тазалап жуып, компоттарымызды осылай қысқа сақтасақ болады. Менің арнама жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.